Соккерде қаралым кеңейіп келет, жазылушылар саны көбейіп келет. Бірақ 10 мыңға барғанша, саусақтарыңыз талғанша тағы жазылайық. Қазақ футболы дамысын, қазақтарды бәрі танысын. Жақсы жігіттің қолында сұңқар болады, астында тұлпар болады. Ал қазақ футболшыларында не бар? Кабриолет па, шевролет па? Nissan Tiida ма, әлде жай Niva ма? Біз бүгінгі шығарылымда отандық футболшыларымыздың темір тұлпарларын сіздерге таныстырамыз. Магомед Адиев ұлттық құрамаға машинасыз келген, индрайверге кірген, Яндекс таксимен жүрген, кейде 90 теңге төлеп автобусқа да мінген. Астанада жаяу жүру Адиевті қинады, оны көрген Барменқұлов қымбат Мерседес сыйлады. Бапкерлігісі келіскен Адиев жүр Мерспен. Тағы берген Асхат, астында бар Passat, әрине қалжың. Ұлттық құрама жұлдызының айлығы жұмбақ, бірақ астындағы машинасы қымбат. Тағы берген бір командада ойнаса да 4 машинамен жүреді. Астанада BMW X6 мен басып жүреді, Шымкентте Camry 75 пен шашып жүреді. Кейде қытайлық Ли 9 бен қашық жүреді, ал жаттығуға Ордабасының автобусы тасып жүреді. Жалпы ұлттық құрама ойыншыларының талғамы да, таңдауы да ұқсайды. Ерланов пен Малы жақсы көлікті біліп алған, екеуі де BMW X7 мініп алған. Қос қорғаушы BMW-ға жатып алған ба, әлде қосылып бір машина сатып алған ба? Абзал Бейсебековтың қайырымдылыққа жақын екенін жанкүйерлер жақсы біледі. Бір емес, 2 отбасыға баспана алып берген бұл ойыншы өзгеден де өзінен де ештеңе аямайды. Ойында баяу жүрмейтін, көшеде жаяу жүрмейтін Абзалдың астында Lexus 570. Мұндай қымбат көлікті Бейсебеков жоқтатпайтын шығар, тіпті ГАИ қызметкерлері тоқтатпайтын шығар. Бауыржан Исламхан Арабияға да, Жапонияға да барып қайтқан, біріншісінен футбол, екіншісінен машина алып қайтқан. Астына мініп Хайландер, Исламхан футбол ойнап жүр. Машинасына өте адал екен, 2 жыл допинг болып ақша таппаған, сонда да Хайландерін сатпаған. Бағдат Қайыров көп сөйлемейді, машинасы да көп бензин жемейді. Қостанайдан Ақтөбеге ауысқан Бағдатқа Қобланды газоны да, Қостанай Ақтөбе жолы да ауыр тиген сияқты. Ақтөбе мен Қостанай жолы соғып тастадай, Camry 55 машинаң жүрсін жолда тастамай. Спортқа жақын ойыншының машинасы да спортқа жақын болу керек. Бұл Шацкийдің ойы, себебі ол Kia Sportage мінеді. Қақпада тұрғанда қозғалмайтын Шацкий мұндай көлік мінгенде бір орында тұрмайтын шығар. Кім білет, Шацкий Ақтөбемен чемпиондыққа кіретін шығар. Сосын батыстан Геленваген мінетін шығар. Марочкиннің машинаға махаббаты мықты екен. Кезінде күзетші болып арба айдаған қорғаушы, қазір Mercedes S-класс айдап жүр. Мұндай қымбат машинаны Марочкин Қазақстан қорғанысын күшейткендей қорғайтын шығар. Күзетші болып бастап, ұлттық құраманың маңызды ойыншысына айналып, қымбат көлік мінуге болады. Тек Марочкин сияқты еңбектене білу керек. Ал енді алаңда аяқпен жүгірмей, экранда тілмен жүгіретін қазақ комментаторларының көліктерін де айта кетейік. Есей Жеңісұлын бәрі білет, экранда көп жүрет, ең ардагер комментатор Шкода Супер Б мінет. Тілші Ербол Қайыров YouTube'қа сөзі жайылып, көшелерде жүреді, Мазда менен айырып. 30 минут үшеуде бойлайды, эфирде ән айтып қоймайды, ерсін ерік тілшіміз Hyundai акцент айдайды. Ұзын Елдар Аманбай қысқа көлікте қамалмай, Hyundai Santa Fe мініпті, лимузинді табалмай. Әлімжан Асқар сынбайды, Сити деп жырлайды, Қаракесектің әндерін Шкода Rapidте тыңдайды. Бар Уәлихан Қосамбай, подставадан қашалмай, Тюксонында отырат, анандай видео қосалмай. Мәулен Ермұхаметте, аты шыққан комментте, Прадо сатып алғаны, еңбек пе әлде фонбет пе?